Мұқашева Гүлсім Керімбайқызы 1956 жылы 1 маусымда Алматы облысы Нарынқол ауданында Мұқашев Керімбай Мұқашұлы мен Әбдірақова Нұрымбөбі Әбдірақ қыздың отбасында дүниеге келген. 1964-1965 оқу жылында 19-шы партсъезд колхозының Жамбыл атындағы орта мектептің 1-ші А класына барды. Ауылда 4-ші сыныпты тәмамдап, бастауышпен қоштасқан кезі. 5-ші сыныптан 9-ші сыныпқа дейінгі аралықта Қарағанды облысы Балқаш қаласындағы Абай атындағы номер 2-ші мектепте білім алды. Себебі ол жақта әкесінің інісі Шабдан жоғарғы оқу орнын бітіріп, Алматыдан жолдамамен мыс қорыту заводында металлург болып жұмыс істеді. Отбасымен сол жақта тұрды. Сол кезде өзімен бірге қолдарында оқытуға алып кетті. 8-ші сыныпты бітіріп ауылға каникулға келген кезде 9-10-ші класты Жамбыл атындағы орта мектепте оқыды. 9-ші сыныпты аяқтағанда шөп жинауға барған кезде 1973-1974 жылдары орта мектепті тәмамдады. Бітірген жылы оқуға түспегендіктен Нарынқолда нан заводында пекарный, яғни нан пісіруші болып жұмыс істеді. Осы жылы күзде тракторлық курсты оқыды. 1974-1975 оқу жылында Каргалинкада, яғни Қарғалыда кооперативный техникумның сатушы мамандығына оқуға түсті. Студенттік кезде практикада алма теріп жүрген кез. 1,5 жыл оқуды аяқтаған соң ауылға барып сатушы қызметін атқарды. 1975 жылдан бастап 1994 жылға дейін ауылда тұрып дүкенде сатушы болды. Магазинде сатушы болып практикада жүрген кез. 1980 жылы тұңғышы Гүлнұр өмірге келді. Ал 1981 жылы ұлы Данияр өмірге келді. 1983 жылы туылған кенже ұлы Айдармен. 1991 жылы балаларымен Алматыға қыдырып келген сәті. 1993 жылы қызы Гүлнұр Алматы қаласындағы номер 2-ші республикалық мектеп-интернатының 8-ші сыныбына қабылданды. Сол жылы ауылдан келген сыныптастарымен бірге түскен суреті. 1994 жылы жазғы каникул кезінде Алматы қаласына келіп, развилкада орналасқан Ақбидай нан дүкенінде, кинотеатр экран остановкасында орналасқан қазіргі Фатима дүкендерінде сатушы қызметін атқарды. 1996 жылдан бастап магазиндер сатылып, жеке меншікке айнала бастаған кезде жұмыссыздық басталып, жеке сауда жасауды бастады. 2011 жылы 19 наурызда ұлы Данияр бұл фәни жалғанмен қош айтысты. Содан кейін сауданы қойып, үйде отырып, немере бағумен айналысты. 2014 жылдың маусым айында зейнеткерлікке шықты. Қазіргі таңда 5 немеренің басы. Немерелермен және бауырларымен естелік сатты. Ташкент, Өзбекстан, Бұқара, Самарқандқа барған кездер. Елу 5 жасында Алматы ақшамы газетіндегі балаларынан тұқтау алған сәті. 60 жас туған күнін Алматы қаласында шашу мейрамханасында дүркіретіп атап өтті. 2024 жылдың желтоқсан айының 4-і және де желтоқсан айының 11-і аралығында сіңілісі Гүлнанмен инкруиз арқылы бүкіл әлемді, соның ішінде Турция, Стамбул,
Измир, Анталия, Греция, Корфу, Пирей қалалары, Италия, Пари және де солтүстік Атлант, Афина қалаларын лайнермен қыдырып қайтты. Дәл осындай өмір жолын басынан өткерген, еліне адал қызмет еткен, ұл қызының бақыты үшін еш нәрседен аянбаған асыл әже, ақ жаулықты ана Мұқашева Гүлсім Керімбай қызының 70 жас туған күніне қош келдіңіздер.